Қайырлы күн, құрметті волонтерлер. Zoom-ға қош келдіңіздер. Қазір бізде бірер минуттардан кейін вебинар басталады. Оған дейін аты жөндеріңізді чатқа жазуларыңызды сұраймыз. Рахмет. Құрметті волонтерлер, естеріңізге сала кетейін, бұл жерде Zoom конференция бізде қазір қазақ тілінде өтетін болады. Егер сіздер орыс тілін таңдайтын болсаңыздар, басқа конференцияға өтесіздер. Координаторларыңыздан біліп алыңыздар. Және аттарыңызды жазып қойсаңыздар, чатқа және де өздеріңіздің аттарыңызды ана жерде переименовать деген жерден басып өзгертсеңіздер болады. Себебі кейбір аккаунттар iPhone деп тұр. Хватит. Нельзя спокойно сказать.
Құрметті волонтерлер, тағы да ескерте кетейін, здесь будет вебинар на казахском, на русском по другой ссылке. Ой, что-то спокойно лучше. Больше? Ай, чай. Жаңадан қосылған волонтерлерге тағы да сәлеметсіздер ме дейміз. Өздеріңіздің аты жөндеріңізді чатқа жазуларыңызды сұраймыз. Блин, у меня что, звук есть? Вообще там я сабаққа кіріп жатырмын, понимаешь? Это уже новый пар нелер. Физика кабинетінен. Потом, ой, то есть химия кабинетінен, физикада бізде быть. Пожалуйста, можете выключить микрофоны?
Қайырлы кеш, құрметті волонтерлер. Қазір күте тұрыңыздар, бірер минуттан кейін бізде тренерде бір техникалық ақаулар болып жатыр. Мына жерге чатқа аты жөндеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Жақсы.
Bastım. Mine endi ести бастадым. Мен сіздерді естейін дедім. Мен естіп тұрсыздар ма? Лимана, сіз естіліп тұрсыз, қаттырақ сөйлеңізші. Аха, Жақсы, енді естіліп тұрсыз. естіп тұрмын, иә? Олай болса біздің барлық волонтерлер кірді деп ойлаймын, уже 11 минут өтіп кетті. Бастай берейік, иә? Бастайық. Телефонды былай қойып салай болар екен. Бастайық. Құрметті волонтерлер, сіздер микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар болады. Иә, сұрақ қоятын болсаңыздар, соңына қарай сұрақты қойсаңыздар, иә? Иә, сұрақты соңына қарай қоясыздар, және қазір микрофондарыңызды өшірулеріңізді сұраймыз. Так, ол төмендеп кетті. Слайдты қосайын ба? Не өзгерісті? Мен дұрыс болып тұр ма? Неге тұрған жоқпын ба? Дұрыс па былай? Ар жақтан отыру керек деп ойлап тұрмын. Так. Жақсы көрініп тұрсыз, Лимана ханым? Жақсы ма? Бәрі жақсы. Мен қазір былай алдыма қарап сөйлей берейін, өйткені мен қазір сіздерді көріп тұрған жоқпын мүлдем. Болады ма? Жақсы. Алдыма қарап сөйлей берейін, иә? Қайырлы күн, құрметті еріктілер, волонтерлар. Мүмкін мен арғы бетке ауысып алсам, қазір мен что-то қараңғы болып тұрмын. Бір минут қазір. Былай қоя тұрайық. Енді жарық болды. Лимана ханым, мен сізді таныстырып өтейін, иә, біздің волонтерлерге? Енді дұрыс болған секілді, өйткені менде бір қараңғы болып тұрды. Сіздің даусыңыз анық естілмей тұр. Даусым естілмей тұр? Микрофондарыңызды өшірулеріңізді сұраймын. Міне, енді қалай даусым? Алло, даусым қалай? Жақынырақ ұстасаңыз әлі де... Енді қалай даусым? Жоқ, алыстан естіліп тұр даусыңыз. Алыстан естіліп тұр, так. Микрофонды шешіп, былай сөйлесем. Былай ма? Енді қалай? Енді жақсы, иә. Енді жақсы. Онда мына жерге қою керек. Осы жерге қояйын онда. Дұрыс па, осылай? Бастаймыз ба? Мен сізді таныстырып өтейін волонтерлерге. Құрметті волонтерлер, бүгінгі біздің вебинарымызды, волонтер гидтерге арналған алғашқы вебинарымызды Қазақстан психологтар лигасының мүшесі, Рухани қоғам әлемі қоғамдық бірлестігінің президенті
Кошиева Лимана бастайды бүгінгі тренингті. Өздеріңізде бұл кісіні білетін боларсыздар, танымал бағдарламаларда жүреді, атақты психолог, таныс боларсыздар деп ойлаймыз. Және сіздерден сұрайтын басты қағида, сұрақтарыңызды вебинар соңына қарай қойсаңыздар болады. Және де міндетті түрде микрофондарыңызды өшіріп отыруларыңызды сұраймыз. Олай болса, бастай беріңіз, Лимана ханым. Мен слайдты демонстрация жасай берейін ба? Қазір ол келесі неде болады. Қазір мен бастапқы кезде адамның болмысы және оның психологиясы туралы айтып өтейін. Одан кейін біз темпераментке өтетін боламыз. Сол кезде біз слайдты қолданамыз. Құрметті еріктілер, міне бүгін сіздермен алғашқы сабағымызды бастаймыз. Мен осы салада 30 жылдық тәжірибем бар. Жалпы практик психологпын, негізі теоретик емеспін, яғни теоретикалар, мұғалімдер, ұстаздар. Сондықтан мен көпшілікке қарапайым өмірдегі мысалдардан айтатын боламын, өзімнің тәжірибеммен бөлісетін боламын. Сондықтан да сұрақтарыңызды алдын ала қастарыңызға жазып дайындап алыңыздар. Соңына қарай уақыт беріледі, сол кезде сұрақтарыңызға жауап беремін. Егер бүгін біз үлгермесек, онда бізде ертең жалғасы болады, ертең сұрақтарыңызға ертең жауап алатын боласыздар. Және жұмыстарыңызға, өздеріңіздің қызметте қолданатын, өмірде, мысалға бір қажетті деген сұрақтарыңыз болатын болса, қажеті тиеді, осы ситуацияда мен қалай шығуым керек, қалай мен қолдануым керек бұл деген сұрақтар болатын болса, оны да жазып алуларыңыз керек. Алдын ала ертең, яғни я болмаса бүгін үлгеріп жатсам, мен ол сұрақтарыңызға да жауап беретін боламын. Сіздер жалпы осы Қазақстанның барлық аймақтарындағы өздеріңіз осы арнайы сакраль деп айтамыз ба, арнайы орындарда гид болып жұмыс атқарасыздар, иә? Гид, яғни сонымен қатар сіздер еріктілерсіздер. Өздеріңіз қолдан келгенше осы туризмді дамыту үшін біздің осы көрнекі Лимана ханым, кешіріңіз, даусыңыз алыстан естіліп тұр деп айтып жатыр мына жерде. Так, қалай жазсақ екен? Мен қазір микрофонды, немді алып тастап былай. 1, 2, 3, 4, 5 естіп тұр ма? Менің даусым қалай қазір? Микрофонсыз. Енді жақсы естіліп тұр, Жақсы естіліп тұр, иә? Онда осылай сөйлей берейік. Жақсы. Ең бастысы, жалпы қоғамда, өмірде, өзіңіздің ортаңызда, адамдармен, жалпы тұлғамен деп айтамыз, адаммен сөйлескен кезде, қарым-қатынас жасаған кезде олардың білген өте жақсы, маңызды. Өйткені сіз адамның психолог болмасаңыз да, ол адамның темпераментін білмесеңіз де, бірақ адамның көңіл-күйі, оның сыртқы келбеті арқылы сол адамға қалай қарым дейді. Ол сіздерге өте қажетті, өте пайдалы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз адам болмысының психологиялық ерекшеліктері деп аталады. Жалпы адам болмысының түрлері, темпераменті туралы айтатын боламын. Енді жалпы осы психология туралы адамның жеке өзіндегі көптеген тәжірибелерінде жеке психологиялық анализ жасалған адамдармен өткізген жаңағы консультация, кеңес жұмыстарының көпшілігі менің өзімнің Лимана АДМ деп аталатұғым Инстаграм парақшама және Фейсбук парақшаларыма салып отырамын. Егер қызығушылық туындап жатса, сол жақтан оқып білулеріңізге болады. Адамның болмысы, жалпы танымы өте кең. Адамның көңіл-күйінің, ол адамның психикасына әсер ететін жағдайларды тоқталатын болсақ, ол бірінші орында ол биологиялық және физиологиялық және өсіп-өнген өзінің ортасы әсер етеді. Физиологиялық адамның денсаулығы қаншалықты мықты. Я болмаса кішкене күнінен көп ауырды екен. Көпшілігінде өздеріңіз байқасаңыздар,
22-23 жас аралығында өте көп жиі кездеседі. Балалық шағында егер стресс болмаса басында, балалық шағындағы жақсы егер ортада өскен бала болса, ары қарай өзінің дамуында, болмысын қалыптастыруында ешқандай кедергі болмай, жақсы өзінің орын табуына мүмкіндік болады екен. Ал егер балалық шағында, егер мысалға туылған күннен бастап 7 жасқа дейін көп ауырған балалар болатын болса, мен не үшін физиологияға тоқталып отырмын, өйткені ол адамның болашақтағы болмысы өсуінде, жаңағы дамуында, отбасын құруында осы жерде бір кедергілер 20 менен 24 жас аралықтарында бір ерекше, яғни орын алып жатады екен. Яғни физиологиясы, мысалға аса толып кету, я болмаса стрессті ситуациялардан, болмаса өте арықтап кетуі, я болмаса адамның түзу жүруі, еңкейіп жүруі, я болмаса адамның мынау физикалық болмысын, мысалға психологтар көшедегі танымайтұғын тіпті өмірде көрмеген адамдардың өзінде толық психологиялық портретін жасап бере алады. Өйткені, мысалға, өзіміз маман ретінде, мысалға, мен оны жасай аламын да, еңкейіп кетіп бара жатқан бала, адам мысалға, я болмаса мынау басы салбыраңқы, я болмаса қарағанда көз жанары өте сондай төмен, көзінің оты сөніп тұрған болса, бұл адамның мысалға жан дүниесі күйзелісте тұрғанын білуге болады, анықтауға болады. Я болмаса керісінше жүрген кезде өте жаңағы шапшаң жүру, өте мына бойын тік ұстауы, өзінің сыртқы келбетінде өте әдемі, жинақы, былайша айтқанда тәнін, мысалға, өзінің физиологиясының шынтырған жақсы отбасында, жақсы ортада қалыпты өмір сүріп жатқанын анықтап білуге болады, мысалы. Демек, бұл ең бірінші физикалық деп айттық. Физикалық адамның өмірге әсері, яғни қалай әсер етуге, ортасы, жаңағы отбасы, әлеуметтік жағдайы деген. Демек, сіз оның физикалық ең бірінші сырт келбетінен анықтап біле аласыздар. Сол адамға, мысалға, көңіл бөліп, қалай сөйлесу керек, қалай жақындау керек деген секілді сұрағына жауап беру үшін, ол адамның ашуына тимей, көңіл күйін аулай аласыздар деген сөз. Одан да бөлек біз жаңа өсіп өнген ортасы деп айттық. Көпшілігінде, мысалға, адамның қандай мектепте оқыды, я болмаса арырақ айтатын болсақ, садикте, балабақшаға барды ма ол бала, мектепте, қандай мектепте, және оның ортасы қалай, жалпы достары кімдер болды, бізде жақсы сөз бар ғой, досың кім, мен сенің кім екеніңді айтайын. Міне, бұл да адамның жалпы психикасының, адамның болмысының қалыптасуына қоршаған орта өте орын алады, үлкен орын алады. Бұл екінші жағдай. Және, мысалға, бала дүниеге келеді, қандай отбасында дүниеге келді, одан кейін, мысалға, мектепте ұстаздарымен қарым-қатынасы, өзінің ортасымен қарым-қатынасы қандай болды. Бұның барлығы болашақта жаңағы адамның болмысының қалыптасуына тікелей әсер етеді екен. Енді жаңа айтып өткен биологиялық жағдай. Үшінші жағдай бұл биологиялық жағдайы адамның, мысалға, өзіңіз білесіз, биология пәні бар, бізде қаны, адамның темпераменті, бұл жерде адамның гені, туып өскен ортасы, адамның денсаулығы барлығы осы адамның психикасының, яғни адамның өзінің толық қанды жаңа қалыптасуына тікелей әсер етеді. Яғни үш жағдай қайталап айтамын. Ол өзінің қоршаған ортасы, өзінің өсіп өнген жері, яғни табиғаты, менталитеті де кіреді бұған. Одан кейін физиологиясы және биологиясы. Енді осы саладағы маман болғандықтан мен сіздерге әрқайсысына жеке-жеке өзінің тәжірибемен бөлісетін боламын, ары қарай. Адамның болмысы дегенде, адамның болмысы кім? Адамның психологиялық болмысы не? Ол адамның бірінші, адамның бет әлпеті, яғни маскасы деп айтуға болады. Енді оны, мысалға, психологияда орысша айтқанда личность, яғни лицо деген сөзден алынған. Личность, яғни лицо. Алып қарасаңыз, адамның сыртқы келбетімен тұла бойы адамның қалыптасқан, ол адамның өзінің тұлғалық, яғни болмысын көрсетеді. Өзінің, мысалға, ол адамның, егер микрофондарыңызды өшіріңіздер, естілмей жатыр. Естілмей жатыр деппін ғой, кішкене бір-біріңізге нетесіздер, кедергі жасайсыздар.
адамның көрінісі, яғни сыртқы қоғамдағы орны, яғни халық қандай адам болып орта танылды деген сөз. Ол адамның мысалға ата-ана, мысалы ана болуы мүмкін, әке болуы мүмкін. Бұл мысалға 5 баланың анасы деген тұлғалық өзінің болмысы бар. Я болмаса ол ұстаз, белгілі ұстаз. Я болмаса әдемі сүйкімді қыз. Я болмаса жазушы, спортсмен, психолог, тағы да басқа. Яғни оның өзінің қоғамда жасаған, яғни өзінің еңбегімен, өзінің жаңағы мінезімен, өзінің адамгершілігімен, яғни жақсы мінезмен, я болмаса жағымсыз мінездермен жасаған өзінің қалыптастырған болмысын айтады. Яғни, демек бұл қоғаммен байланыстырған рөлі өте маңызды. Бұл адамның болмысы. Ары қарай, енді адамның сыртқы көрінісі және оның ішкі әлеммен тығыз байланысты екен. Неге? Өйткені мысалға адам қазір біз темпераментке келеміз, сол кезде сіздер бұл менің айтқан сөзім түсінетін боласыздар. Адамның өзінің темпераменті бар. Бұл жерде ол мысалға гиперактивный бала адам болуы мүмкін, өте жаңағы жылдам, өте жаңағы елгезек деп айтады қазақта мысалға. Я болмаса раздражительный, я болмаса агрессивті, жүйкесі кішкене сыр беріп тұрған адам болуы мүмкін, шыдамсыз болуы мүмкін. Күн ыстық, мен шыдамаймын, тұрмаймын бұл жерде. Я болмаса неге свет сөніп қалды, неге мына жерде кондиционер жоқ, неге менің сұрағыма тез жауап бермейсіз, не болмаса неге мына жерде кезек адам көйіп кетті деген секілді неше түрлі сұрақтар қою мүмкін. Неге? Ол адамның ішкі әлеміне байланысты деп айтып. Өйткені мүмкін ол адамның зоб болуы мүмкін, мүмкін давлениесі болуы мүмкін. Мүмкін сол сәтте ол адамның мазасы болмай тұрғаны болуы мүмкін. Бірақ ол өмірде қарап кәдімгі қалыпты, яғни былайша айтқанда мінезі ұстамды болуы мүмкін, бірақ сол сәттегі адамның денсаулығына, сыртқы ішкі жаңағы дүниесіне байланысты адамның көңіл күйінің ауыспалы болып тұруын айтуға болады бұл жерде. Яғни ішкі әлемнен адамның сыртқы болмысының жаңағы бір-біріне өте байланысты екенін айтқым келіп отыр. Менің айтып отырғаным бұл жерде адамды бірден, мысалға кейде біз мына адам ұрысқақ екен, я болмаса мына адам өте мейірімді екен, мына адам жақсы екен деп мысалға бірден адамға баға бермеуді айтамыз. Мысалға кей жағдайда адамға бірден мынау адам шағымданғыш екен, мына адам өте сондай не екен деген секілді баға беруімізге болмайды. Сондықтан да адамның жаңағы сол сәттегі көңіл күйі, сол сәттегі адамның бойындағы болып жатқан жағдайына қарайда көңіл бөлуіміз керек деген нәрсені айтқым келіп отыр. Енді мысалға неге мән беруіміз керек? Қызмет көрсету саласында. Мысалға стюардесса, жолсерік деп айтайық. Одан да бөлек мысалға гид, жаңа мамандар. Одан кейін мынау тренерлар, көппен, топпен жұмыс істейтін адамдарда көпшілігінде адамның сыртқы фактілеріне көбірек көңіл бөлеміз. Сыртқы фактор адамның алғашқы кезде ол өзінің ішкі дүниесін көрсетпейді. Қашанда ол өзінің жаңағы маскасы, яғни сыртқы әлеуметтік өзінің портреті, яғни бет бейнесін көрсетеді ғой. Бірден адам мысалға өзінің ішкі дүниесін ашып ақтарып тастамайтыны белгілі. Сондықтан да мысалға сіз өзіңізді қандай көңіл күймен оны қабылдайсыз ол адамды, ол адамның яғни қалай сіз ол адаммен сөйлесесіз, міне соған байланысты екен. Кез келген адаммен тіл табысу бұл жерде өте маңызды. Біз енді бүгін емес ертеңгі сабақта конфликті ситуациялар және конфликтке, стресске қарсы жаңағы қарсы тұру, яғни дұрыс ситуациядан шығу жолдары туралы ертеңгі тақырыпта болады. Ол туралы ертең қозғайтын боламыз ол туралы. Ары қарай, яғни сол ситуацияда адамның өзінің сол конфликтке түсіп қалмай алдын ала қызмет көрсету дегені. Енді мысалға адам болмысы ол индивид деп айтамыз, сондықтан да кейде болады ол адамның отбасы жағдайына байланысты деп айттық, біліміне байланысты дедік. Сонымен қатар мысалға діни көзқарасына да, одан да бөлек қай өңірдің тумасы ұлт ерекшелігіне қарай айқындалады. Мысалға сіздер қазір осы жерде мысалға барлық осы Қазақстанның әр аймағынан отырсыздар, сіздердің барлығыңызды бір топқа, егер бір жерге жинап, жаңағы бір нені мысалға аралап өтетін болсақ, бір саяхаттайтын болсақ, онда сіздер
жаймен өздерің сол аралау, саяхаттау барысында өзіңіздің жаңағы өзіңіздің ортаңызға, өзіңіздің жеке мінезіңізге, діни көзқарасыңызға, отбасыңыздағы берілген тәрбиеге қарай өзіңіздің болмысыңызды көрсете бастайсыз. Мысалға, ол бірден көрінбейді, ол жаймен өмірдегі мысалға әрекет кейбір ситуацияларға қарай байланысты нететін болады, әсер ететін болады, яғни сіз әрекет ететін боласыз. Мысалға, өздеріңіз білесіздер, бұл адамдармен қалай сөйлесу керек? Көпшілігінде біз айтамыз мәдениеттілікті сақтау, тәрбиелі болу және мысалға дауыс ырғағы, адамның көзқарасы, адамның мысалға сыртқы өзіңіздің киім киісіңізбен де адамға әсер ықпал ете аласыз. Мысалға, өзіңіз ойлаңыз, сіз мысалға сізге саяхаттап жүрген адамдар деп айтайық, мысалға, саяхаттап жүр, сол саяхаттап жүрген адам мысалға оны басқарып, яғни алып жетектеп жүрген жетекшінің несін болмысын мысалға суреттеп берейін. Өте мынандай ашық, мысалға лямка, болмаса жаңағы ашық жаңағы киімде болатын болса, өте етегі қысқа болатын болса, ол саяхаттағы жүрген адамдардың ішінде діндар адам болуы мүмкін, яғни ол сізге қарамауға, сізге қарап сұрақ қоймауға, сіздің жаныңызға жақындамауға әрекет етеді. Неге? Өйткені ол өзінің мысалға көзқарасына, ішкі жан дүниесіне қарай, мысалға ол өзінің ұяты, мәдениетіне қарай, мысалға алыстай бастайды. Бұл кезде әңгіме ары қарай жалғаспайды деген сөз, диалог болмауы мүмкін. Және одан да бөлек мысалға адамның ұлттық ерекшелігі, яғни орыс тілді болатын болса, егер ол мысалға өзінің ортасы солай болатын болса, кей жағдайда мысалға көп үйлерге көңіл бөле бермейді, ол да психологиясы кішкене ерекше болады. Одан да бөлек мысалға өмір деп айттым. Оңтүстіктің тумасы, солтүстіктің тумасы деп айтамыз, батыстікі және шығыстікі деп айтамыз, шығыс тумалары. Өздеріңіз білесіздер, көпшілігінде де бұл жердегі психологиялық өзінің ерекшеліктері бар. Адамның мінезінде, мысалға, оңтүстіктің адамдары өте ыстық болғандықтан, және жай басарлау кішкене, ақ көңілдеу кішкене, сондай бір бостау болып көрінгенмен, солтүстік жақ өте суық болғандықтан, кішкене не дейді әлгі жылдамырақ, сосын сергек ойлы болады көпшілігінде деп айтады. Мысалы, сондай психологиялық не береді, портрет беріп жатады. Сол секілді адамның мінезі де сол өзінің өміріне, өзінің ұлт ерекшелігіне қарай айқындалады. Яғни, оған да кім қалай сөйлеу керек, ол адамға қалай жақындап, мысалға, ол адамның ойындағыдай жауап беру үшін сіз мұның бәріне мән беруіңіз керек екен. Ең бастысы, біз жаңа айтып өткендей, тағы да тоқтала кетейін, адамның болмысында көпшілігінде ұлтаралық және ел аралықта өзінің ерекшеліктері болады екен. Мысалға, бұл жерде жаңағы адамның психологиясына байланысты, адамның танымына байланысты, мысалға, өзінің психологиялық жүйелері бар. Бұл жерде ол ортақ, ол барлығына, жалпы адамның психологиясы барлығына бірдей ет пен сүйектен жаралғаннан кейін барлығы бірдей деп айтқанымызбен, бірақ ол адамның өзінің жаңағы туып өскен жеріне, жаңағы өлкесіне қарай өзгерістері болады. Мысалы ретінде айтайын, үнді елінде деп айтайық, мысалы шетелді айтатын болсақ, ол жердегі мен өзімнің көргенім адамның мейірімін, яғни жануарларға деген құрметіне қарай ерекшеленеді екен. Мысалға, сіз үлкен жолда жүріп келе жатырсыз, жолдың дәл ортасында кәдімгі сиыр егер көлденеңіне жататын болса, оны қозғауға болмайды. Яғни күту керек, я болмаса айналып өту керек. Яғни ол жерде жаңағы карма деген нәрсе бар. Адам өлгеннен кейін мысалға ол жаңағы жануарларменен байланыстырады, мінезіне қарай, өзінің осы өмірдегі жасаған әрекетіне қарай, мінезіне қарай сол жануарға айналып кетеді деген сондай үрдіс қалыптасқан оларда мысалға. Одан да бөлек, мысалға, түркі елін алатын болсақ, тау халықтары болғандықтан кішкене қызуқанды болады. Қызуқанды адамдардың өзінің психологиясында да ерекшеліктері бар. Өте жылдам сөйлеу, көп нәрсені тез шешім қабылдау деген секілді. Мысалға, ол кісілердің үйіне қонаққа баратын болсаңыз, көпшілігінде тәтті ұсынады түрік халқы. Егер білсеңіздер, мысалға, дүкендерде, магазинде болмаса жаңағы салондарға кірсеңіз, конфеттер ұсыну, жаңағы су ұсыну, кофе ұсыну деген нәрсе оларда дәстүр жақсы қалыптасқан. Неге? Өйткені арадағы
ұрыс керіссіз, яғни тәтті бұл клиент қайта келіп тұрса, ол адамның мен мысалға санасында есінде қалып кетсем екен деген сондай бір адамның несіне фишка дейді, яғни психологиялық өзіне бір не жасап қояды екен, биокоррекция психологияда қалыптастырады. Мысалға, ол тәтті арқылы сол адамды сіз есіңізді сақтап қалуыңыз керек. Яғни қайта сол жерге келуге өзіңіз мысалға ұмтылып тұрасыз. Міне бұл клиентке жаңағы көрсетілген жақсы құрмет болып саналады. Яғни мысалы құрметті ілтипатпен қызмет көрсету. Яғни бұл жерде негізгі көздеген мақсат. Сонымен қатар бұның ішкі психологиясына анализ жасап қарайтын болсақ, мысалға жаңа айтып өттік қой, адамның қызуқандылығымен, яғни ол аралықта дипломатиялық көптеген бір дұрыс емес дүниелер қалыптасқан болуы мүмкін. Соған қарай кейінгі мысалға тәтті беру деген үрдісті мысалға сондай бір ситуациялардан кейін барып қалыптастырады. Бұл енді генмен беріледі, бұл енді тарихи дүниелер көпшілігінде алып қарайтын болса. Одан да бөлек мысалы қазақ халқында білесіздер ғой, барлығын қонақтың алдына қояды. Мысалы жақсының бәрін қонақты жақсы күтеді, мысалы құдайындай күтеді деген нәрсе бар. Тіпті бөтен адам, тіпті бірінші жай ғана кірген кісінің өзіне де нан ауыз тиіп шық деген нәрсе бізде ол қазақта өте кеңінен қолданады. Яғни бізде қазақ халқы өте сондай кең, жомарт, әрі дипломатияны жақсы қалыптастырған. Бұл да біздің сол ата дәстүрімізден берілген қалыптасқан дүние. Сонымен қатар мысалы орыс халқында нан мен тұзды сынады, көпшілігінде дәм тұзы жарасын деген сияқты секілді. Міне айтып өткендей мысалға осы әр елдің жеке тұлға емес, тіпті әр елдің өзінің дәстүрі менталитетіне қарай өзінің ерекшелігіне, яғни соған қарай оларға сіз қызмет көрсету жолдарында біліп түсініп тұрасыздар деген сөз. Мысалға қаншама сіздерге мына осы дәрісті дайындау барысында мен өзім ойландым. Мысалға жас ерекшелігінен бастап, тіпті үлкен қария кісілерге дейін сіздерге келеді. Мысалы алдарыңыздан өтеді, мысалға сол адамдарды кездестіресіздер. Түрлі адамдар болуы мүмкін ол жерде. Мысалға адамның бізде көпшілігіне мынау кеңес өкіметі кезіндегі мен қазіргі осы жаңа ғасырдың бүгінгі осы тәуелсіздіктен кейінгі мысалға адамдардың психологиясы екі түрлі. Егер байқап қарайтын болсаңыздар, бұл жерде мысалға кеңес өкіметі кезіндегі бір тектілік, яғни серая масса деп айтады, мысалға бір түсті барлығы, қызылды, жасылды, ашық, жарқын, мынандай қызыл, жасыл, сары деген секілді ашық түсті ол кезде қолданбаған. Тіпті ол түсті киюдің өзінің кішкене бір жатсыну, кішкене бір қорқу, іштей бір қысылу деген нәрсе санада қалыптасқан. Көпшілігі сол жаңағы уақыттың кезеңменен ауысқаны бар, көпшілігі кей жағдайда ауыса алмай сол кездегі санамен, сол кездегі түсінікпен қалып кеткен кісілеріміздер бар, мысалға, оны мойындауымыз керек. Яғни ол кезде бәрі бір үшін, бірі бәрі үшін деген сондай бір жақсы лозунгпен өмір сүрді. Мысалы қарапайымдылықты, мысалға сауда саттықта көпшілігінде жаңағы алып сатар деген көзқарас сол кезде қалыптасқан. Өте молшылықта өмір сүру, яғни үлкен сондай жаңағы байлыққа ие болудың өзінде көпшілігінде ол алып сатар қорқыныш, жүректерінде бір қорқыныш қалыптастырады. Яғни бұл ақша қайдан келді, я болмаса жоғалтып алу мүмкін, я болмаса ол ертең тексеру мүмкін деген секілді сондай бір ішкі бір қорқыныш. Сонымен қатар мысалға бұл да адамның психологиясы. Өздеріңіз білесіздер, егер бұл адамдардың ерекше несі, мінезі тиянақтылықты жақсы көреді, әділеттілікті жақсы көреді, әр нәрсе өзінің уақытымен, ең бастысы уақытты құрметтейді. Міне оған да егер психологиясын сол адамның жақсы түсініп, жаңағы сол адамға жаңа қарым-қатынас жасайтын болсаңыз, түсініп барып, онда тез тіл табысасыз. Неге? Өйткені адамның сыртқы дайындығы бар және ішкі дайындығы бар. Егер сіз мысалы іштей соны түсініп танып барып, бұл адамның кім екенін сыртта мысалға біліп барып ол адаммен жақсы тіл табысатын болсаңыз, онда ол адам сезеді. Мысалға адамның өзінің жүрегінің ішкі сезімдері бар, ол адамға беріліп тұрады негізінде. Сіз болады ғой кей жағдайда бір адамға ештеңе жасамасаңыз да ол адамды жақсы көріп тұрасыз, ұнатып тұрасыз. Өйткені оның ішкі болмысы сізге беріліп тұр. Я болмаса агрессивті, ашуланып, болмаса бір шыдамсыздық танып тұрған адамды алыстан сіз өзіңіз кез келген адам психолог болмаса да біліп тұрады, сезіп тұрады. Неге? Өйткені ол адамның
бойындағы жаңағы мінезі, яғни вибрациясы, энергетикалық вибрациясы арқылы адамдар оны сезеді. Мен бұны неге тереңірек айтып жатырмын, өйткені адамның сыртына қарап, шамалап анализ жасап, жақындап сөйлесетін болсаңыз, онда ол сізді жақсы қабылдайды деген сөз. Жақсы қабылдайды, бірден ол адаммен сіздің диалогыңыз құрылады деген сөз. Енді одан да бөлек біз білеміз, бізге мынау әскери адамдар бар, сосын соғысқа қатысқан адамдар бар. Мысалға, бұл адамдардың да өзінің бір психологиясы бар, тағы да, мысалға, уақытты, тәртіпті, тиянақтылықты құрметтейтін адамдар. Мысалға, бостан босқа уақытты адамдарды күттіріп қойып, болмаса жиып алып соған уақытысында мысалға жол көрсетпей күте тұрыңыздар, болмаса бір адамды күтейік деген нәрсеге бұл адамдар сізге бірден не айтуы мүмкін, жаңағы өзінің қарсылығын айтуы мүмкін. Неге біз бір адам, он адамды күтуіміз керек? Сіз неге менің уақытымды жаңағы бағаламайсыз? Я болмаса мен жаңа су сұрадым, я болмаса мен сізден бір сұрақ қойдым, сіз неге менің сұрағыма уақытылы жауап бермедіңіз деген секілді. Сол себептен ол нәрсенің барлығын сіз бір көрген кезде оған дайын болуыңыз керек, ол сұраққа не деп жауап беретініңізді ол адамдарға міне осы нәрсені біліп отырсаңыз, сіз алдын ала ондай ситуациялардан қорғанып үлгересіз. Сонымен қатар мысалға біз жаңа айтып өттік, адамның типологиясы, яғни сыртқы несі, физиологиясы, биологиясы және ортасы арқылы бейімделуді айттық. Мысалға, көпшілігінде мысалға енді біз тарих туралы айтудың қажеті жоқ. Мысалға, қазір біз неге мен оны алып отырмын, өйткені бізде қазір сол жағдайға келіп жатырмыз. Көпшілігінде мысалға грек елінде егер тарихқа үңілетін болсақ, көпшілігінде адамның жан сұлулығы, ішкі мінезі, рухани дүниесінен бұрын мысалға сыртқы келбетке көбірек көңіл бөлген екен. Болмысын мысалға жақсы құрметпен қарап, сол адамдарға мысалға толық адам деп қарастырған. Грек елі мысалға ол кезде жаңа өздеріңіз білесіздер, денесін шынықтыру, жаттығу, жаңағы гректің ертегілерін қарасаңыз, неше түрлі жаңағы сондай бір ерекше фигуралары, жаңа ер адамдардың, әйелдердің нелері бар, экспонат жаңағы суреттері бар, яғни дүниелерін көруге болады. Міне ол кездің өзінің бір несі болған, тәрбиесі, сол кездегі өзінің бір бренді деп айтсақ екен солай. Ал енді сол кезбенен мысалға одан кейін алып қарасақ, жаңағы діндар адамдарды айттық, түрлі мысалға діни адамдардың да өзінің психологиясы болады. Егер сіздерде мысалға, мен жаңа айттым ғой, бұл көпшілікпен жұмыс істейтін кісілер, топпен жұмыс істейтін адамдар, бұлар гид болуы мүмкін, бұлар жаңағы стюардесса болуы мүмкін, жол серік болуы мүмкін, мысалы жиі кездесетін. Бұл адамдардың да мысалға тамақ ішу барысында, тамақтануы, я болмаса отыруы, орналасуы, ешқандай бір конфликті ситуацияларға апармайтындай сондай бір жағдайды жасау керек. Өйткені мысалға мынау буддизмде, жаңағы иудаизм, мысалы ислам, христианство, барлығында өздерінің мысалға арнайы жейтін өзінің тағамдары бар. Мысалға үнді елінің діндарлары ет жемейтін болса, мысалға біздің мысалға исламда көпшілігінде халал деген бар, одан кейін мысалға тазалық деген нәрсе барлығында бар ол нәрсе. Бірақ көпшілігінде мұнда рухани азыққа көбірек көңіл бөлінгендағы, мысалға бұл мысалға тарихты алатын болсақ, бұған біз мән беруіміз керек. Неге? Өйткені адамдарды отырғызу кезінде мысалға бір салондарға отырғызасыз, я болмаса арнайы асханада орналастыру керек болады, отырғызу керек болады. Мен сол кезде осы дүниелерге мән беруіміз керек, өте маңызды. Сондықтан да мысалға барлығыңыз қаласаңыз да, қаламасаңыз да осы жерден тамақтанасыз, я болмаса осылай отыра салыңыздар деген, ол да кішкене бір ыңғайсыздық туындауы мүмкін. Сондықтан да өздерінің бір отыратын орындарын бөліп қарастырады, менің айтқым келгені. Енді бұл біздің жалпы адамның болмысының жалпы типтерін, яғни айтып өттім, психологиялық ерекшеліктерін айтып өттім. Енді адамдардың жаңағы несіне өтеміз, темпераментке өтеміз. Айтты қосайын ба?
Иә, слайдты қосыңыздар. Қосыңыз. Так, адамның темпераменті, жалпы дүниеге келген кезде жаңағы үш неден алып шығамыз, типтен алып шығамыз ол жерде. Адамның ерекшелігі, психикалық ерекшелігі айтқым келгені, яғни биологиялық және қоршаған ортасы және физиологиясы, иә, демек төрт неге темпераментке бөлінеді. Меланхолик, флегматик, холерик және сангвиник деп. Міне, мына суретке қарап отырған болсаңыздар, осы арқылы адамның болмысын, яғни темперамент анықтауға болады. Көріп отырсаңыздар, міне, меланхолик өте баяу, өте сабырлы, флегматик жан-жағына қарап тұрып, мысалға анализ жасап тұрған адамды көріп тұрсыздар. Холерик пенен сангвиник кішкене былайша айтқанда белсенділігін өзінің кішкене белсенділігін көрсетіп тұруын да көріп тұрсыздар. Мен сіздерге жақсы, егер сіздерде көрініп тұрған болса, екінші жоспар, үшінші нені слайдты көрсеткім келіп отыр, тапсырма бергім келіп отыр сіздерге осы ретте. Бір қарап шығыңыздар. Үшінші, иә, демалайық деп тұр. Міне, демалайық, қараңыздар. Тапсырма, сіз орындықта демалып отырған сәтте қасыңызда сіздің бас киіміңіз жатыр, қасыңызға бір адам жақындап келіп сіздің бас киіміңізге отырды. Сіздің реакцияңыз қалай? Бірінші, екінші, үшінші және төртінші. Өздеріңізге мән беріңіздер, мысалға ойланып қараңыздар. Сіздің орындығыңызға отырды. Бірінші нені қарасаңыз, бірінші нөмірге қарасаңыз, реакциясы қалай? Егер бұл жерде сіз күліп, ой, ештеңе етпейді, мен басып қойдым, сіздің байқаусызда отырдым деп айғайлап, жаңағы күліп екі адам бір-біріне қарап, тіпті ол түк емес деген секілді көңіл күйді көрсеткен болсаңыз, онда ол жаңағы бірінші сангвиник екенін көрсетіп тұр екен. Сангвиник. Ал енді екіншіні қараңыз. Екіншідегі отырған адам екеуі де бірдей уайымдап тұр, уайымдап тұр, мысалға. Тіпті уайымдап кәдімгідей екеуінің де үн жырғасын қараңыздар. Жерге қарап нетіп тұр, прям переживать етіп тұр, кәдімгідей көңіл күйі түсіп тұр, кәдімгідей уайымға беріліп кетті. Бұл кім? Бұл меланхолик, яғни меланхолик. Міне, бұл меланхолик, Енді үшіншісіне қараңыз. Үшіншісінде, неге сен менің бас киімімді басып отырдың деп ай жоқ, шай жоқ, бірден ұрысқа кірісіп кетті, ренішін айтып жатыр. Ренжіп жатыр, яғни өзінің жаңағы шағымданып жатыр. Я болмаса кәдімгідей жұлқылап, сонда кәдімгідей бір физикалық сонда бір қысым көрсетіп жатыр, байқап отырсаңыз. Бұл реакция кім? Яғни бұл холерик екен, холериктер. Енді төртіншісіне қараңыздар. Төртіншісінде басып кетті, бір-біріне қарап, кешіріңіз деп тағы алып, қағып, қайттан реттеді, орнына қоя салды. Бұл күн, яғни бұлар уже флегматиктермен жаңа айтып өткендей, былайша айтқанда флегматиктер көпшілігінде бір анализ жасайды, сабырлы қарайды бұндай дүниелерге. Сіздер осы төрт темпераментті жақсылап, есте сақтап, сол адамдарды, мысалға, сыртқы келбетін тани алатын болсаңыздар, онда ол адаммен қалай сөйлесу керек екен, яғни қалай қызмет көрсету керек екен білетін боласыздар. Енді темперамент дегеніміз не? Жалпы латын тілінен алынған бұл адамның психикалық іс-әрекетінің динамикасын сипаттайды екен. Тұрақты және ерекшелік психикалық процестермен күйлер ағысы. Оның мысалға қарқынды, жылдам ырғағының жиынтығын айтады. Ежелгі грек ғалымы дәрігер Гиппократ, ары қарай жылжып жатырмыз, төрт түрлі осы сұйықтықтың араласуының пропорциясын
грекше красис деп атаған. Ал латын тілінде бұл терминді темпераментум деп атап кеткен. Темперамент деп төрт түрлі сұйықтық заттарға қарай адамның мінезі қалыптасады деп тұр бұл жерде. Иә, осы жер осы, аха, дәл осы. Яғни денені жылытатын адамның қаны, мен жаңа айтып өттім, тау халықтарының, яғни қызу қанды болып келеді деп айттым, иә. Және салқындататын шылым, яғни қанның мысалға тәтті деп айтады, ащы қан деп айтады, иә, қазақтарда сондай сөз бар. Сосын адамның бауыры, яғни құрғататын бауырдағы өт, және адамның бойында дымқылдылық беретұғын ол қара өт. Осыған адамның, егер қандай да бір адамның бойындағы денсаулығына және физиологиясына деп айттық қой, естеріңізде болса, осыған байланысты адамның темпераменті өзгеріп отырады екен. Мысалға, мен бұл жерде не үшін өзгереді деп айтып отырмын? Адам бір темпераментте өмір бойы өмір сүрмейді. Мысалға, былай ойлап қалуымыз мүмкін қазір. Егер мен мектепте оқып жүрген кезде меланхолик болсам, сол кездегі ситуация, стресс жағдай болды, мысалы, жақынын жоғалтты, қандай бір қиындықтар болды, әлеуметтік жағдайлар болды, басылып қалды. Сол кезде, мысалы, меланхолик болса, 18-ден кейін, мысалға, 20-дан кейін, керісінше ол флегматиктен кейін сангвиникке, болмаса жаңағы холерикке ауысуы мүмкін әбден. Сондықтан да мен айтып отырғаным, жаңағы адамның денсаулығына да байланысты, физиологиясына байланысты, ортасына байланысты, биологиясына байланысты адамның темпераменті де өзгеріп отырады, айтып келгені. Мысалға, қанның биологиялық адамның өзінің несіне байланысты, пропорциясына байланысты, жаңа айтып өткендей. Ары қарай. Мысалға, неміс философы Кант өзінің антропология деген еңбегінде темпераменттің түрі туралы толық психологиялық сипаттама берді. Бірақ ол темперамент пен мінез ұғымдарын бір-біріне балама ретінде қарастырды. Сіздер микрофондарды өшіріңіздер. Неміс анатомы Гейне темпераменттердің түріше болуы жүйке жүйенің тонусына байланысты дейді. Сонымен қатар, ал орыс антропологы Зеланд ми қабықшасындағы молекулярлық қозғалыстың жылдамдығы мен біркелкілігіне байланысты деді. Ал орыс педагогы темпераменттерді қан сауыттарының жылдамдығы мен кеңдігіне байланысты тұжырымдады. Мен жаңа айтып өткендей, өздеріңіз түсінгендей, адамның физиологиясына өте үлкен маңызды екен. Алып қарайтын болсақ, егер сіз бұл жерде ата-аналарды отырған шығар деп ойлап отырмын, жастар мысалға болмаса болашақ ата-анасы да, егер балаларыңыздың мінезін өзгерткіңіз келсе, өзіңіз өзгергіңіз келсе, яғни онда денсаулығыңызға, яғни бауырыңызға, өтіңізге, қан, айналым сосудтарға мән беруіңіз керек екен. Соған қарай сіздің темпераментіңіз, яғни мінезіңіз өзгереді. Мінезіңіз адамның өзгерген кезде, ол адамның яғни әдеті, қалыпты өмірдегі қажеттіліктері өзгереді, одан да бөлек адамның өмірі де өзгереді. Яғни өмірінде жақсы жаққа қарай осылай өзгертуге болады екен, айтқым келгені. Иван Павлов бойынша адамның жүйке жүйесінің типтері, мысалға сангвиник шырақ дейді. Мысалға жан тұрған от деп айтсақ мүмкін, кішкене жақынырақ шығар, сангвиник. Жүйке жүйесі өте күшті, қозуы мен тежелуі тең қозғалғыш адам деп сипаттама берген типіне. Ал флегматикті жүйке жүйесі күшті, қозғалысы баяу, қозуы мен тежелуі тең. Меланхолик жүйке жүйесі өте әлсіз. Кейде болады адамдар ауырып қалуына байланысты. Жаңа айтып өткендей, басынан өткен сол кездегі травмаға, соққыға, психологиялық қиындықтарға байланысты адамдарда осындай жаңағы адамның типтік темпераменттер өзгеріп отырады. Холерик ұстамсыз жүйке жүйесі өте күшті. Холериктер. Көпшілігінде спортсмендер болады, холериктер. Өйткені олар үнемі қозғалыста, үнемі тез ойлайды, тез әрекет етеді. Сосын холериктер әскери адамдарда, өйткені олар да арнайы сондай жаттығулардан өтеді, олар да мысалы ойланып, болмаса анализ жасап отыруға олардың уақыттары жоқ. Яғни олар тез шешім қабылдауы керек. Сондықтан да көпшілігінде әскери қызметке өтетіндерде холериктерді алуға тырысады. Меланхоликтар, енді ол алдағы уақытта айтатын боламын, көпшілігінде
өте бір жерде отырып жұмыс жасайды. Мысалға, мамандық таңдау барысында мен айтқым келетіні, меланхолик көпшілігінде кітапханада жұмыс жасағаны дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бір жерде кітап оқып отырып, солай өзінің жаңағы несін шығармашылығын ары қарай жалғастырады. Кітап жазатын адамдар мысалға, меланхолик мысалға өте ұстамды бір қалыпты сондай дүниелер жазады. Флегматиктарды мен жаңа айттым, жүйке жүйесі өте жаңа шыдамды адамдар бұлар. Мысалы, қозғалысы баяу болғанмен, олар бір жерде ұзақ отырып жұмыс жасайды. Флегматиктер көпшілігінде мынау неде мемлекеттік қызметте отыратын кісілер, анализ жазып жаңағы документ жазып, жылдар бойы министерствода мысалға, жылдар бойы жұмыс жасайтын адамдар 20-25 жыл бойы бір хат документтер сондай жаңа бір қалыпты жұмыста бір жерде отырып, өте сондай шыдамдылықпен флегматиктер жұмыс жасай алады. Содан бөлек флегматиктер көпшілігінде мектеп мұғалімдері бола алады мысалға. Міне, асықпай отырып бастаған ісін соңына дейін жеткізе алатын шыдамды адамдарды флегматиктер деп айтуға болады. Яғни сіздер де өз жұмыстарыңыз барысында осыған мән берсеңіздер болады. Темпераменттің түрлері және бұл туралы жаңа айтып өттік. Ары қарай жалғастырамыз. Бұл туралы да айтып өттім мен жаңа ғана енді. Мынау физиологияға мән беріңіздерші. Темперамент пен конституционалдық негізін салғандар. Кречмер мен Шелдонның айтқаны теориясында темперамент дене бітімі адамның айырмашылықтарымен анықтауға болады дейді. Мысалға, дене бітімінің 4 типін қарап көріңіздер. Диспластик, пикник, атлетик, лептосоматик. Лептосоматиктер өте ұзын, жіңішке адамдарды айтады. Атлетиктарды өзіңіз көріп отырсыз, атлетик, пикник, 4 бұрышты және диспластик домалақ болып келеді. Адамның несіне қарай анықтауға болады екен сыртқы келбетіне. Мына жерде олардан ұлағатты оқып өтейін. Темперамент тәжірибенің арқасында ортаның ықпалымен дамып жетіледі. Ол адамның дара өзгешіліктерімен ақылдың жетілуіне, ерік, адамгершілік сипаттарының толысуы дәрежесінен қоғамдық игілігінің қалыптасуымен байланысты және осы сипаттарға тәуелді дамиды дейді Сәкен Балаубаев айтып өтті. Темперамент деп адамның жүйке саласының туыстан берілетін ерекшеліктерінің жиынтығын айтады. Темперамент түрлі жағдайлардың әсерімен өмір сүру барысында аздап өзгеріске түсіп отырады. Мен өте жақсы, өте мен жаңа айтып өткен дүниелерді мына жерде өзіміздің ұлағатты жаңағы ұлы осындай жазушыларымыз айтып өтті. Ары қарай, міне, енді біз мына темпераменттерге жеке-жеке не берейік, жаңағы талайық. Темперамент өкілі жаңағы өзінің тездігімен, яғни холерикті айттық, жаңа бас жағында тестті көрдіңіздер ғой, тест жасап көрдіңіздер, сіз қайсысын таңдаған болар едіңіз, мысалы бас киіміңізді басып кетсе, жаңа отырған кезде сіз қандай көңіл-күйді өзіңізді көрдіңіз бе, міне сол жерде. Міне, мына жерде холерик. Бұл темперамент өкілі өзінің жылдамдығымен, шапшаңдығымен, ұстамсыздығымен, тым қозғалышы, яғни үнемі бір жерде отыра алмайтын адамдар дейді. Сонысымен ерекшеленеді екен. Бұл холерик дейді. Олардың психикалық процестері шапшаң өтеді, яғни тез ойланады. Күйгелек, сондай-ақ адамдарға жаңағы тез сөйлегенде тез жауап берсе екен деп тұрады. Егер сіз оған уақытысында тез арада жауап бермесеңіз, сол жерде ол бірнеше жаңағы әңгімелерді айтып салуы мүмкін. Демек, ол адам бір ренжіту үшін айтқан жоқ, яғни оның темпераменті сондай екен. Ол жұмыс істеуге жақсы қарқынмен кірісіп, күші таусылғанда оны тастап кете алады екен. Міне, осындай адамдар болады, жұмысты тез сондай бір жасап келеді дағы, бірден мен шаршадым болды. Ортасына келеді, тастап кетуі мүмкін. Сондықтан да мен холериктерге өзімнің таныстарым бар, өзімнің ортамда мен айтам, энергияңызды, қуатыңызды жаңағы баланста ұстаңыз, яғни бірден жаңағы не тастамаңыз, шығарып тастамаңыз, кішкене өзіңізді ұстамды болыңыз деп мысалға айтып отырамын. Өйткені қазір сен шаршап қаласың.
көп сөйлене, көп қатты нетпе, ентікпе, жай, сабырлы. Қазір сіз шаршап қаласыз, иә, мысалы 2 сағаттық вебинар өтіп жатса, семинар өтіп жатса, сөз бермей сөйлеп кетіп, соңына қарай қарасаңыз, тым-тырыс жаңа сұрақ қою керек болады, болмаса диалог құру керек болады. Сол кезде уже ол адамды тіпті танымай қаласыз. Неге? Өйткені энергиясының бәрін артығыменен уже жұмсап қойды деген сөз. Міне осылай. Адамдармен қарым-қатынаста өте тынымсыз, агрессивті, шағымданғыш болып келеді. Сондықтан холерик болған жерде ұрыстар жиі болады екен. Көрдіңіз бе? Конфликтті ситуациялар көпшілігінде холериктердің арасында жиі кездеседі. Холерик темпераментінің жағымды жағы энергия белсенді, құштарлық, инициативтік дүниелер ол кісілерде бар. Жағымсыз жағы ұстамсыздығы, қаталдық, қатаңдық, шамдану және ыза. Міне бұл холерикке тән қасиеттер екен. Енді флегматиктер, бұл типтің өкілі баяу байсалды, яғни асықпайды, істі ойланып төзімділікпен жасайды, жинақылықты, қалыпты жағдайды ұнатады, өзгерістерді ұнатпайды, үнемі бір қалыпты болған, мысалға бір өзгеріс жасайтын болса, я болмаса көшу керек болатын болса, я болмаса бір жаққа жол жүру керек болатын болса, алдын ала жоспарлап барып жасайтын. Мысалға ал кеттік, холерик мысалы орнынан тұрады, ал қазір ба, дәл қазір мен дайынмын деп шығып кете беруі мүмкін. Ал флегматик бұл кезде тоқтап қалады. Жоқ, тоқта, менің өзімнің әлі жоспарым бар, мен әлі дайын емеспін, мен әлі маған бұл ұнамайды деген нәрсені айтуы мүмкін. Міне бұл флегматик екен. Бастаған ісін соңына дейін жеткізеді, өйткені шыдамдылықпен отырып жасайды. Бұл адамдар энергиясын өзінің дұрыс балансты ұстай алатын адамдар. Психикалық процестері флегматикте баяу жүреді. Бұл баяу оған мысалға оқу жолында да, мысалға жұмыста да, қандай да бір мысалға жасайтын сол кедергі келтіреді екен. Ең кедергі келтіретін жері тез есте сақтау, тез ойланып жауап беру. Кейде флегматиктер жамандықты есте сақтап қалады және ұзақ мерзімге екен ұмыта алмай қалады. Сол нәрсе өзінің адамның ойында болады. Адамдармен қарым-қатынаста флегматик бір қалыпты, байыпты, керек жерде тіл табысады, ал орынсыз жерде көпшілігінде сөйлемейді екен. Міне бұл флегматиктар. Егер байқап отырсаңыздар, кім қайсы өздеріңізді осы жерден тыңдап, болмаса көріп отырғандарыңыз болса, ойланып көрулеріңізге болады екен. Адамның көңіл күйі тұрақты. Мысалға, болады бір адамдар дос болуға да, тіпті қарым-қатынас орнатуға тез дайын болып тұрады. Сол адамды көргенде бірден мақтап шыға келеді. Мынау енді бір керемет, сондай, мен болмаса жаңағы айтады, мен сізді жақсы көремін, мен сізді құрметтеймін. Осындайларды айтып келеді дағы, мысалы холериктерде. Ол бір айдан кейін оны ұмытып кетуі мүмкін. Ал флегматиктер бұлар ұмытпайды. Бұлар мысалға достыққа да өте ойланып барады, яғни қарым-қатынастыққа да ойланып барып жасайды, қадам жасайды, бірақ бұлардың қарым-қатынасы өте ұзақ. Олардың байыптылығы мен байсалдылығы өмірге деген көз қарасынан да көрінеді. Флегматикті ызаландыру немесе эмоционалды әрекет жасау оңай емес, яғни оны ашуландыруға, я болмаса қатты бір көңіл күйін жаңағы өзгертуге оңайға соқпайды. Өйткені кез келген жағдайда ол ұстамдылық танытады. Ұрыс-керістен аулақ жүреді, оны әртүрлі қиыншылықтар тепе-теңдігінен шығармайды. Флегматикті дұрыс тәрбиелегенде іскерлікті, талапшылдықты орнатуға болады. Бірақ жағымсыз жағдайларда оларда әділсіздік, яғни әлсіздік, жалқаулықтар да пайда болады екен. Міне флегматик, енді бұл айтатын болсақ өте үлкен жаңағы айтуға болады, бірақ біз сізге сол нақты сіздерге қажетті, істеріңізге қажетті деген ақпаратты ғана осы неге сыйғыздық. Сангвиник темпераменті бұл тип өкілі еті тірі дейді, қабілетті, қозғалғыш. Ондай адам ақ көңіл береді және қызу, жеңіл мінезді дегенде мысалға айтады ғой, легкий на подъем деген сөз бар. Мысалға солай деп түсінбек. Мысалға бір адамда емес, ақылсыздық емес, керісінше легкий на подъем, кез келген ситуацияда тез шешім қабылдағыш, және мысалға ойындағысын іске асыруда бұл кісілер өте алдын қатарда жүреді. Көпшілігінде бизнесмендер, көпшілігінде рискке баратын адамдар сангвиниктер ішінен келеді. Өйткені олар
шешім қабылдауға келгенде қызуқандылықпен қабылдайды. Иә, ұтылатын кездер де болады, әрине ұтатын кездер де көп. Сондықтан да мысалға флегматиктер жаңағы ойланып барып, ұзақ ойланып барып, 6 ай ойланып барып шешім қабылдаса, бұл кісілер моментально жасайды екен. Сангвиник көп уәде береді, бірақ өзінің уәдесін орындай бермейді. Коллектив арасында жүргенді ұнатады, көпшілікке былай жарқырап жүргенді ұнататын адамдар. Барлығымен санасқысы келеді негізінде уәде беруге. Бірақ жеме-жемге келгенде бұлардың мінездері не ғой? Как погода, ауа райы сияқты өзгеріп тұрады ғой. Сондықтан да жаңағы сөзінде тұрмайды деген сол, уәдесінде тұрмайды деген сол. Бір мінезінің жамандығынан емес, сол сәтте мысалға уәде бергендегіменен біраз уақыттан кейін ситуацияның өзгеруіне байланысты сөзінде тұрмай қалуы мүмкін. Мысалға ұят қой, мен сөз беріп қойып едім ғой, дәл қазір мынандай. Жоқ, бұл кісілер мысалы айтады ғой, салқын қандылық танытады көпшілігінде. Дәл қазір уақытта бұл ситуацияда бұл нәрсе дұрыс емес. Яғни дәл қазір бұл не актуальны деген нәрсені алады сөзінен айнуы мүмкін. Мысалға қысылып қымтырылмайды дейді, көпшілігінде қалай ойлайды, солай айта салады. Мысалға көңіліңізге қарап нетіп отырмайды да, қалай ойлайды, солай айтады. Ерекшелігі сол және. Сосын кісіге қайырымды, көмек сұрасаңыз, міндетті түрде көмектеседі. Қайырымдылық жасаудан нетпейді, мысалға қайтпайды сондай. Ары қарай жағымсыз жағдайларын айтатын болсақ, положительный отрицательный стороны деп айтады орысша айтқанда, жүйелілік пен бірізділік жоқ кезде сангвиникте жеңілтектік пен бейбастық, шашыраңқылық байқалады. Яғни өзінің жұмысында бір жүйелік болмаған жағдайда, бірдеңе дұрыс болмай жатса, бұл адам уже шашыраңқыл, ойы шашырап, жаңағы мінезінде бір сондай бір өзгерістер орын алады екен. Енді төртінші біздің типіміз меланхолик. Меланхолик бұл темперамент өкілді психикалық процестерді өте баяу жүреді, яғни ойланатын болса, іс-әрекетінде барлығын жай жасайды. Өте баяу, қатты тітіркендіріштерге жауап бере алмайды, яғни сыртта бір айғай-шу, болмаса қатты дауыс, музыка ойнап жатса, бұл адамдар сондай бір өте өзін бір ыңғайсыз сезінеді, яғни іштей бір мазасыздық пайда орын алады деп айтсам мүмкін дұрыс болар еді. Ұзақ және қатты күш түсірсе, олар жұмыс істей алмайды, мысалға тез-тез болып, я болмаса ол бітпейтін жұмыс, мысалы 2 күн, 3 күн жасайтын жұмыстарда кейде өзінің бір жүйкесіне әсер етеді екен кәдімгідей. Сондықтан да олар тез шаршайды, бірақ өздерін жақсы ұстайды, яғни ұстамдылықтар бар. Шыдап бере алады, мысалы, шыдап бере алады, ұрыс шығармайды, сөз қайтармайды деген секілді сондай. Жаңағыдай кейбір жаңағы берілген тапсырмаларды өте жақсы орындайды. Эмоциялары баяу туады, бірақ тереңдігімен және күштілігімен ерекшеленеді. Олар өте сезімтал. Мысалға, бір ренішті ауыр сөз айттыңыз, оны ұмытып кетті деп ойлауға болмайды. Үндемей қалды, демек ол шыдамды, осының бәріне көміш деп ойламау. Ол бір уақытта оны шығарады. Демек, ол терең іште қалып қойды, өзін жаңағы ұстамдылығымен, бірақ уақыт өте келе соны кейін барып айтуы мүмкін. Олар өте сезімтал, реніштерін іште сақтайды, міне айтып өткендей, оларды көп ойлай береді. Бірақ сондай қиыншылықтар бар екенін ешкімге көрсетпейді. Меланхоликтер тұйық мінезді, таныс емес адамдармен сөйлеспейді, жаңа ортаға кіріп кете алмайды, қатыса алмайды, басқа танымайтын адамдармен сөйлесіп, болмаса сағат сұра, не болмаса бір ситуацияларда болады ғой, жаңағы жол көрсетіп жіберіп, болмаса телефон сөніп қалды, сізден звондап алуға болады ма деген нәрселерді бұлар қысылып жасамайды ондай нәрсені. Басқа темпераменттегі адамдарға қарағанда бұлар сондай бір қиындықтарды жаңағы өзінің шығып кетулері өздеріне аурулау болады. Бір осалдықтан да деп айтуға болады. Мысалға, жағымсыз жағдайлар ауруға айналған осалдық, яғни қысылу, көңілсіздік, пессимизм болады, болмайды, вдруг болмай қалады деген сияқты сондай бір үнемі сомненияда жүру деген нәрсе, бұл меланхоликтарда бар. Міне, біз 4 типін айтып өттік, адамның типтері, яғни темпераменті. Осы темпераментті жақсы танып білген кезде сіздерге өте жақсы болады деп ойлаймын. Адамдармен
қызмет барында да өмірде де өздеріңізге қажетінше кеңінен қолдануыңызға болады. Темпераментке байланысты қарым-қатынасқа түсу туралы мен сіздерге бір не дайындадым. Міне қараңыздар, флегматик, салмақты, байсалды, бір ауыз сөзбен, салмақты, байсалды. Холерик өзіне бағындырады, басқарғанды жақсы көреді, өзінің айтқанынан қайтпайтын адамдар, үнемі бір болды ғой, лидерлік, менің айтқаным болады деген кішкене бір нелер бар, ерекшеліктер бар. Сангвиник, көңіл күйді көтергіш, әзіл, қой көпшілігінде, сонысымен ерекшеленеді бұл сангвиник. Меланхолик тәуелді, ойын ашық айтпайды. Яғни, мысалға, жұмыс берушіге де тәуелді болуы мүмкін. Я болмаса, жол жүріп баратқанда водительге тәуелді болуы мүмкін. Я болмаса, қарапайым жұмысшы болса да, мысалға, мен бір ғана мысалда айтайын, осы жақында ғана құрылысшы маған ұнамайды мінездері, бірақ жұмысты тастап кетпесін деп, амал жоқ, соның жаңағы соның каприздерін көріп отырмын. Бұл не деген? Бұл адамның тәуелді психологиясының тәуелді болуға жаңағы бейім адамдар. Тәуелді адамдар кез нәрсеге тәуелді. Яғни шантаж, жаңағыдай нәрселерге тез түсіп қалады, бопсалауға түсіп қалады. Өйткені ондай адамдар жақсы танитын адамдар көпшілігінде мынау холерик болсын, жаңағы сангвиниктер, көпшілігінде меланхолик адамдарды сондай бір жаңағы бопсалауға не болады, жаңағы бейім металды көпшілігінде ұшырасып жатады. Бізде келесі слайдымыз адамның темпераментке байланысты өзін-өзін бағалауы. Мысалға, флегматик, қарапайым өзін-өзі бағалауы төмен, флегматик. Холерик, тұрақсыз, мақтанғанды жақсы көреді. Сангвиник, лидерлікке ұмтылыс, яғни бақталастық. Бұл адамның бір ерекшелігі өзін самооценкасы деп айтамыз ғой. Меланхолик, өзін-өзін бағалауы өте төмен, кейінге сырылып қалғанды ұнатады. Ой, осы жолы мен бармай-ақ қояйын, мен отырмай-ақ қояйын болмаса. Жарайды, басқалар өте берсін, мен сосын тұрамын деген сияқты нәрсені көп айтады. Ал енді сангвиник, неге мен емес, неге ол, неге жаңағы сіз анаған жауап беріңіз, маған уақытта жауап бере алмадыңыз, мен сізді бағанадан бері күтіп тұрмын деген сияқты мысалға айтуы мүмкін. Ал енді жаңағы холерик өзін айтады, сіз маған көңіл бөліңіз, мен сізге жаңа айттым, мен өзім таныстырып өтейін деп едім, мен бәленше осындай адаммын, мен осы жақтан қалып келген едім, мен сізге қойған сұрағым бар деген дүниені айта бастаса, демек оның холерик екенін білуге болады. Флегматик, яғни қарапайым, жарайды, мен күте тұрамын, мен шыдаймын, ештеңе жоқ, басқаларға қызмет көрсете беріңіз, мен тұра тұрамын деген нәрсе, бұл флегматиктарда екен көпшілігінде. Иә, уақытта аяқтап қалды, сұрақтарыңыз қазір мен кішкене қалды, аяқтайын. Темпераментке байланысты өзіне сенімділік, яғни флегматиктер өзіне деген сенімділігі жоқ, өзін қатты уайымдайды дейді. Иә, холерик өзіне сенімді, әлсіз жақтарын жасырады, өзіне сенімді, бірақ я идеальный мен көпшілігінде, мен любой ситуациядан шыға аламын, мен кез келген нәрсені ете аламын, мен бүйте аламын деп көп айтатын өзі. Сангвиник, мысалға, менің жолым болғыш, сангвиник. Мен кез келген жағдайда ақша, таныс, тамыр көпшілігінде осы. Мысалға, мен жаңағы кез келген неден, дүниеден алып кете аламын деген нәрсе өзіне өте сенімді. Және жаңа айтып өткенде сәттіліктерге сенеді. Меланхолик өз-өзіне сенбейді және ештеңеге сенбейді айналасында. Кез келген, мысалы бір ситуациядан қалай шығу керек деген кезде айтады, білмеймін, мүмкін емес деген жауап аласыздар, бұл меланхоликтер екен. Ары қарай. Енді адамның сыртқы келбетін мен айттым жаңа бас жағында, адамның қалай тануға болады, иә? Мысалға, флегматиктер мысалға жайбасар, жай қалыптар жүретін болса, мысалға сангвиник керісінше қозғалмалы жылдам, бір жерде тұрмайды, қозғалып тұратын мені. Ал холерик алға ұмтылып жүреді, өте жылдам жүреді. Көпшілігінде холериктер мысалға залда тұрса да, қайда тұрса да алдыңызда тұрады. Көпшілігінде алдыңызда тұрған ол сіздің холерик деп түсінсеңіз болады. Бірден сұрақ қою, анау не, мынау не деген сияқты, мысалға сіз залда бірдеңені аралап көрсетіп жүрген болсаңыз, ол кезде сіздің холерик алдыңызда тұрады. Және сангвиник
адамдардың арасымен ары өтіп, бері өтіп, арғы бұрыш, бергі бұрыштың бәрін аралап, асты үстін бәрін ақтарып көру санкентерге тән қасиет негізі. Ал флегматиктер мысалға жайбасар, жай, шетте, қалып кетпеңіздер, жүріңіздер, топтан қалмаңыздар деп көпшілігінде флегматик пен меланхоликтерге айтасыз. Ал енді меланхолик көпшілігінде қалып кетіп жүреді. Жаңа менің бір тобым бар еді, соны адасып қалдым, таппай қалдым, қай қарай жүреді, оңға ма, солға ма? Айтып жібермейсіз ба, мен дұрыс келе жатырмын ба, дұрыс келе жатқан жоқпын ба? Мен өзімде мысалға осы музейде, бірдеңеде жүремін, көпшілігінде байқаймын. Сол топпен келе жатады, үнемі автобустың соңынан қалып кетеді, сумкасы қалып кетеді, болмаса телефоны қалып кетеді, болмаса тағы да бірдеңе ұмытып бәрін қалдырып, солай адасып жүреді. Бұл меланхоликтерге тән екен көпшілігінде. Ары қарай. Так, бұның қажеті жоқ бізге. Міне осы. Яғни, енді сұрақтарыңыз болса, мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін. Аз ғана уақыттар қалды. Саламатсыз ба? Сұрақ бересіз ба? Иә, болады. Мені алып тастайсыз ба? Қыздар, ұйымдастырушы қыздар, біз слайдты алып тастайық, мен сұрақ қою үшін көріп отырсам. Жақсы olur. Слайдты алып тастайық. Иә. Саламатсыз ба? Атым Рахман болады, Балқаш қаласынан. Танысқаныма өте қуаныштымын. Жаңа сабағымыздың басында біз адам болмысының психологиялық түрлері туралы айтып өткен болатынбыз. Түсінгенім бойынша, сол біз адамның сыртына қарап, оның көңіл күйіне қарап, адамның көңіл күйін білу, жаңағыдай әртүрлі сфералардағы адамдарға әртүрлі нелермен өзінің подходымен келіп тақау болып келеді. И жаңағындай конфликтті ситуациялардың алдын алу. Менің сұрағым сол, егер де волонтер гид жаңағындай конфликтті ситуацияға шегеленіп кетті, конфликт ситуация уже болып қалды, жаңағыдай негатив болып жатқан кезде, волонтер гидқа қандай іс-шаралар жаңағыдай қолдану керек, қандай техникалар болмасын, сондай бір тестеден шығып кететіндей. Бір лайфхак десек болады, солай бір-екі не айтып жүрсеңіз. Екен бұл әрбір волонтер гидтің басынан өтіп қалуы мүмкін. Иә, конфликті ситуациядан шығу. Сіз маған шамамен бір ситуацияны айтыңыз. Мысалға, бір жабық кеңістікте тұрмыз, мысал ретінде мен айтайын. Форточка жабық тұр, терезе жабық тұр, іші ыстық. Бір адам айтуы мүмкін сізге, терезені ашып қой дейді. Екінші адам айтады, жауып қой деп айтады. Сосын сіз ашып қоясыз, бірінші айтқан адамның сұранысы бойынша. Екінші жауып қой деген адам айтады, менің кішкене суықтап отырмын, жауып қой деп айтады, сквозняк дейді. Мысал ретінде айтайық, Жақсы. Осы ситуацияда біз қалай шығуымыз керек? Онда ол адамдардың орнын ауыстыруымыз керек. Ең бірінші орында сіз оған айтасыз, иә, сізді түсінемін. Сізге сквознякта отыруға болмайды, бірақ мен сізге мына жақтан мысалға басқа жақтан орын тауып, сол жаққа апарып отырғызайын. Мына жақта мысалға көпшілікте ауа жетпейді, яғни мына жерде ыстық, терезенің алдына терезені ашып қой деген адамды жақындату керек деген секілді. Міне, ең бірінші сіз осындай әрекеттерден бастайсыз, ең бірінші орында. Міндетті түрде адамға, мысалға, мынандай сұрақ қоюға болмайды, кейде былай айтады. Сіздер бұл жерде көпсіздер, мен біреумін. Мысалға, сіздер көп болған екен шыдауларыңыз керек, я болмаса, терезені ашып қою керек деп, мен солай ойлаймын. Бұл менің талабым бойынша ашық тұру керек деген нәрсені сіз айта алмайсыз. Егер олай айтатын болсаңыз, онда басқа адамдардың да жаңағы ренішін оятасыз. Неге айтады? Онда ол топ 2-ге 3-ке бөлініп кетуі мүмкін. Кондиционер неге жоқ мына жерде, неге қарастырылмаған бұл нәрсе деген нәрсені айтуы мүмкін. Бір жағы аш дейді терезені, екінші жағы жауып қой дейді. Бұл ситуацияда ең бастысы диалогқа тұру, яғни мысалға кез келген жаңағы алдыңызға келген адамға иә деген нәрсені айту өте маңызды. Иә, сіздікі дұрыс, сізбен келісем деген. Бұл алғашқы алғашқы қарым-қатынасты, яғни дұрыс шешуге қалыптастырады. Мысалға, иә деген нәрсе, иә? Одан кейін барып, ендігі екінші жағдайда сіз өзіңіздің дәл қазіргі уақытта мен сізге осыны жасаған болар едім, бірақ кешіріңіз. Бұл екінші адамға, яғни
ана адамға ол ыңғайсыз деген нәрсені айтасыз. Мен бұл жерде айтқым келіп отырғаны, міндетті түрде иә деген нәрсе бар. Психологияда мысалға 3 рет иә деген адамға 4-ші рет кез келген жағдайды ұнайтын, ұнамайтын нәрсенің барлығына иә деп көнгіштік, адамның психологиясы, адамның бейімделіп кетуіне оңай болады екен. Менің айтқым келгені сол. Егер менің сұрағыма кішкене тағы да қосымша білгіңіз келсе, онда өзіңіздің ситуацияңызды айтыңыз, талқылап көрейік. Енді түсінікті болды, міндетті түрде жоқ деген нәрсе айтылмау керек, өйткені ішкі агрессиясын оятасыз. Бірінші сол адаммен келісеміз, жаңағыдай конфликт ситуация болмашын, дейміз да, но бірақ та деп жаңағыдай әрі уже. Міне, дұрыс айтасыз. Бірақ та ол былай деп басқа сөзбен айту керек, жоқ деген сөзді айтпау керек. Тағы бір сұрақ бола ма? Темпераменттер байланысты. 4 темпераментті анықтадық. Но бірақ та әлемде кездеседі ғой, осы темпераменттардың әртүрлі адамдарда қасиеттер болады. То есть маска киіп жүреді, бірақ та басқа жерлерде сондай нелерді қараңызшы, мысалға айтамын да, сол 5-ші случайлар бола ма ондай әртүрлі темпераменттардан кездесетіндер? Өте жақсы орынды сұрақ қойдыңыз. Мен де өзім бір семинарда, өзімнің осы ресейлік мамандардың семинарында осындай сұрақ қойдым. Былай деп қойдым. Мысалға бір адамның бойында 4 темпераменттің болмысы болуы мүмкін бе деп. 4 темпераментінде. Мысалға, көңіл күйі қазір болмай отырған кезде меланхолик болуы мүмкін. Одан кейін мысалға жұмыс барысында офиста отырған кезде флегматик болуы мүмкін. Достарының ортасында сангвиник болуы мүмкін. Және өзінің жанұясымен отырған кезде оның бойындағы жаңағы холериктің тип жаңағы темпераменті оянуы мүмкін бе деген сұрақ қойдым мысалға. Сол кезде менің сұрағыма профессор адамның бойында 4 темпераментінің да орын белгілері болуы мүмкін, міндетті түрде деді. Өйткені адамның денсаулығына байланысты, егер жаңа айтып өткендей, егер ол флегматик бола тұра, жаңа қан қысымы көтеріліп тұруы мүмкін, я болмаса зоб болуы мүмкін, гормондарға байланысты, я болмаса білесіз ғой, зоб щитовидкасымен ауыратын кісілерде тез ашушаңдық, раздражительность деген нәрсе бар, агрессивті, жаңағы шыдамсыздық орын алады. Ол өзінің мінезі емес екен. Ол жаңағы адамның гормондары, яғни щитовидный железаға, зобына байланысты болуы мүмкін, уақытша ғана болуы мүмкін дейді. Егер ол дәрігерге жаңа қаралып жазылатын болса, онда ол кейін қалыпты өзінің бұрынғы жаңағы мінезіне келеді екен. Сосын адамның сыныптастарымен қараңыз, өте жақсы сұрақ қойдыңыз, басқаларға да керек қой, өйткені мектеп сыныптастарымен балалық кезінде ол сангвиник болуы мүмкін, балалық өте бір бұзық бала болуы мүмкін, холерик болуы мүмкін, лидер болуы мүмкін мектепте, мысалға басқарды балалардың бәріне ортасында жүрді. Жұмысқа келді, армияға барды, сосын жұмысқа кірген кезде ол жерде басылып қалды. Өйткені ол жерде одан да мықты лидер, одан да мықты көшбасшы одан да мықты жаңағы адамдарды кездестірген кезде олардың на их фоне деп айтады ғой, олардың жанында ол өзін өте флегматик, яғни өзін басылып қалды. Яғни ол мінезі, өзінің темпераменті өзгерді деген сөз. Міне, яғни өзінің ортасына қарай да өзгереді екен, айтқым келгені. Енді сіздердің ситуацияларыңызда сол сәтте мысалға келген адамды бақылайсыз ғой сыртынан. Сол кезде өзін қалай сезініп тұр? Ол ортаға қарайды мысалға, ол адам. Сол ортаға өзінің жаңағы сырттан келген адам болса, әрине кішкене ыңғайсыз сезінуі мүмкін, қысылып жүруі мүмкін. Егер жергілікті өзінің аймағында жүретін болса, онда еркін жүреді. Сұрақтарыңыз болса тағы да? Бір сұрақ. Қайда қоярыңыз, мен болдым. Саламатсыз ба, мен сұрақ қойсам бола ма? Иә, есіміңіз? Мен Жамбыл облысы. Сұрақ қойып кетті ғой, әр темперамент. Мысалы, өзімді мысалға келтірсем, сол темпераменттердің әрқайсысының менде өте бар. Бірақ ешқандай ауруым жоқ, бірақ сондай. Неге олай да болуы мүмкін ба? Адамның мысалға қандай жағдайда бір сол сіздің бойыңыздағы өзгерістер
орын алуы мүмкін, иә, мысалға. Бір жерде белсенді болуыңыз мүмкін, бір жерде ұяң, тұйық болуы мүмкін, иә. Ол ортаға байланысты сіздің бойыңыздағы көңіл күйіңіз өзгеріп тұрады. Солай ғой, мен түсінгенім. Адамның көңіл күйі өзгеріп тұрады қандай жағдайда? Денсаулығына байланысты, сол сәттегі, я болмаса, адамның депрессивті көңіл күйде жүрме. Мысалға, адамның ертеңгі сабақта мен айтатын боламын, жалпы депрессия және адамның несі қалай анықтауға болады, иә? Бұл жасырын, яғни ішкі күйзелісте жүрме, сыртқы күйзеліс, мысалы сыртқа көрініп тұратын. Егер адамның бойында сондай бір жасырын күйзелісте жүретін адамдар болса, ол да темпераментке әсер етеді. Яғни өзінің мінезін өзі түсінбейді. Мысалы ол адамдар, менің бойымда неге бұлай болып жатыр, неге жаңағы өзгеріп жатырмын деген секілді. Ол бірақ уақытша сол кездегі адамның бойындағы қорқыныш болуы мүмкін, үрейлену болуы мүмкін, я болмаса жаңағы күйзеліс болуы мүмкін. Күйзеліске дейін, күйзеліс деген ол енді кәдімгідей патология ғой. Күйзеліске дейін адамның жүйке жүйесінің шаршауы болуы мүмкін, шаршаңқылық болуы мүмкін. Осындай жағдайлар. Алғы шарттарынан да адамның көңіл күйі жаңағы мінездері өзгереді. Сұрақ? Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Ертеңгі неге сабаққа мен өздеріңізден не сұраққа алғым келіп отыр. Мысалға сіздер ертең ерікті гид болған кезде сіздерде қандай ситуациялар орын алуы мүмкін? Мысалға, осы ситуацияда мен қалай шықсам болады деген секілді сұрақтарыңыз болса, қазір қойсаңыздар болады. Саламатсыз ба? Иә. Атырау қаласы бойынша сұрап тұр енді волонтер боламын. Сұрағым жалпы қатты агрессивті адамдардың қалай бастыруға болады? Өзім жалпы студент болғаннан кейін бір рет көргем, қатты агрессивті тұрған кісіні қалай мысалы орнына қайттан қойға бар. Ол кісінікі дұрыс емес болған жерде. Ол адамдікі дұрыс емес, иә? Ең бірінші орында мысалға бір ситуацияны қолға алу керек бұл жерде. Мысалға сіз гидсіз деп айтайық, сіз ерікті, сіз ол адамды сіз саяхаттап жүр деп айтайық. Қандай ситуация болуы мүмкін, мысалға. Агрессиясы ол адамның бостан босқа көтерілмейді ғой, саяхаттап жүрген адам. Жоқ, мәселен қарапайым нәрсеге жаңа тырнақ астынан кіргізетін адамдар болады ғой, негізі көп. Иә, ондай кісілерден қандай көмек, қандай сөз айта аламыз ондай кісілерге? Кейде болады, адамның жаңағы агрессиясын басу үшін бірінші орында ол адамның тікелей несіне көңіл күйіне қарай, мысалға сол адамның алдына түсіп кетуге болмайды деген қарапайым жалпақ тілмен айтуға болады да. Мән бермеуге тырысу керек. Ең бірінші орында сіз өзіңіздің ол жерде бастапқы басқарушы, яғни жетекші екеніңізді нетуіңіз керек. Оған ол адамға мысалы ол түсіну керек, мысалға, иә. Сол топты игеру керек, ең бірінші орында. Игеру, ең бастысы, басқару деген сөз. Сол нәрсе. Егер ол сізге сіздің жаңа топты басқарып келе жатқаныңызға ол бағыну керек, яғни тәртіпке бағыну керек. Сондықтан да сіз бірінші орында ол адамның наличности, яғни өзінің болмысына, өзінің жеке басына тиесілі ешқандай әңгіме айтпауыңыз керек, ешқандай топқа байланысты, мысалға тікелей емес, жанама түрде топқа байланысты ережелерді айтуыңыз керек бірінші орында. Сонда сіз ол адамның ашуын, яғни агрессиясын басасыз. Мысалға қараңыз, қарапайым бір не айтайын сізге, мысал айтайын да, сіз айтып тұрсыз, сіз неге маған көңіл бөлмейсіз? Мысалы, элементарный көп қойылатын сұрақ қой. Менің айтқан сұрағыма неге сіз қазір жауап бермедіңіз? Неге ана кісінің сұрағына жауап бердіңіз, мына кісінің сұрағына жауап бердіңіз? Мен сізді күтіп отырмын. Я болмаса мен сұраған суды неге тез арада әкеліп бере қоймады деген, мысалға өзіне жеке тиесілі жаңағы конфликтін оятатын болса ол адам, сіз мысалға тікелей мен сіздің сұрағыңызға жауап бердім.
сіз оған қанағаттанған жоқсыз деп жауап берсеңіз, бұл өте қате жауап болып есептеледі. Өйткені сізге мен жауап бердім деген нәрсе, мен сізге айттым жаңа деген нәрсе, ол адамның мысалға тікелей өзіне барып тигеннен кейін жауап. Оның керісінше агрессиясын одан да оятып, ол сізді басқысы келіп тұрады. Мысалға да. Сондықтан да сіз ол жерде былай жауап беруіңіз керек болады. Иә, сіздің сұрағыңызды мен түсіндім. Егер кешіріңіз, егер сіз оны дұрыс нетпей қалсаңыз, мен сізге жеткізе алмаған болсам, мүмкін түсінікті айтпаған болармын, мүмкін сіз түсінбей қалдыңыз ба. Бұл жағдайда бағана осылай жағдай болып еді. Жалпы біздің ережеміз бойынша бұл менің неме, яғни құзырыма кірмейтін еді бұл жұмыс. Өйткені менің мына жақтағы басқа кісілерде алып келе жатқан осы кісілерге де тиесілі шаруаларым бар еді. Сіздің сұрағыңыз бойынша тапсырма берілді, кішкене сабыр сақтап күтіңіз, одан кейін барып ол жаңағы орындалады, міндетті түрде орындалады. Сіз кешіріңіз, бұл жерде сіз егер сіз өзіңіз ғана болсаңыз, мен сіздің өзіңіз ғана барлық сіздің сұрақтарыңызға уақытылы жауап берген болар едім. Дәл қазіргі уақытта менде басқа да көптеген адамдар бар, қарттар бар, үлкен кісілер бар, балалар бар. Сондықтан мен сізден тағы да кешірім сұраймын деп осылай айтсаңыз, мен ең бастысы сіз не түсіндіңіз ғой, иә? Тікелей адамға на личность переходить нельзя, былайша айтқанда. Бұл жерде жеке өзіне қарай емес, жалпылама айту керек. Сонда сіз фокус вниманиені өзінен басқа жаққа аударып жібересіз. Сонда ол адамның бір ғана нәрсе, несі, вниманиесі, яғни зейіні ауысады. Аға, көп рахмет. Кешіріңіз, сәлеметсіз бе, менің есімім Жансая болады, Теміртау қаласынамын. Мұнда сұрақ келіп тұр. Мен адамдардың көбімен тез тіл табыса алмаймын. Жаңа ортада өзім жалғыз отырамын. Қалай өзгеруге болады? Бірақ өз арамда староста және мектеп президентімін дейді. Міне, қараңыз, тіл табыса алмаймын, және көп сөйлесе алмаймын. Бірақ мен старосты әрі президентпін дейді. Демек, ол өзінің флегматик болып тұр. Өзінің жұмысын тыңғылықты, тиянақты орындайды, бастаған ісін соңына дейін жеткізеді, флегматик, яғни, бірақ өздігінен жаңағы ұмтылып барып сөйлесіп, адамдармен тіл табысып кете алмайды, сөйлесе жауап береді, сөйлемесе тұра береді, былайша айтқанда. Бұл сондай деп түсіндім, иә? Тіл табысу үшін не істеу керек? Бұл адамдарға спортпен айналысу керек. Көпшілігінде баяу спортты қалайды бұндай адамдар. Йога деген секілді, медитация деген секілді. Керісінше жылдам мысалға спорттың түрменен егер айналысатын болсаңыз, өлең айтыңыз, караоке, өлең айтқанда да баяу емес, керісінше патриотты, болмаса жаңағы жылдам ырғақты әндер айтыңыз. Сосын билеу, я болмаса жүгіру, таңертең бір мезгіл. Осындай қозғалыстар адамның жаңағы темпераментіне әсер етеді. Әрі ол сіздің басқа адамдармен коммуникацияңызды қалыпқа келтіреді. Мысалға, сангвиникпенен жаңағы өте қызуқанды адамдарға бассейн ұсынамыз көпшілігінде. Бассейн, оларға билеңіз, болмаса жүгіріңіз деген нәрсе артықтау болады. Ол өзі де онсыз да өмірде жүгіріп жаңағы бір жерде тұра алмайтын, үнемі қозғалыста жүретін адамдар үшін керісінше бассейн, медитация деген нәрсе керісінше. Түсіндіңіз бе менің ойымды? Иә, рахмет. Жансая? Түсіндім, рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма, келесі? Волонтерлер, сұрақтарыңыз болса қойып алыңыздар, өйткені қазір біздің уақытымызда өзі аяқталып қалды. Егер осы волонтер гид жұмысы бойынша сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Мен тағы сұрақ қойсам бола ма? Иә. Гид волонтерлардың жұмыстары қандай жұмыс істейді деген сияқты түсіндіріп бере аласыздар ма жалпы? Ең бастысы, байқайсыз ба, мынау нелер бар ғой, жол серіктер және стюардесса, мен жаңа айтып өттім,
Одан да бөлек мына адамдармен коммуникациясы жаңағы жиі орын алатұғын және гидтер. Соның ішінде мысалға өте адамдармен тығыз жұмыс жасайтындар осы жолсеріктер және стюардесса. Өйткені сол бір 2 сағаттық уақытта ол адамдардың барлық сұрақтарына да жауап беру керек, және ыстық, суық, болмаса су ішкісі келеді, болмаса біреуінің чай ішкісі келеді деген секілді. Осындай сұрақтар барысында мысалға тілдік, мысалға менталитеттік, мысалға шетел азаматы ма, жоқ жаңағы өзіміздің аймақтық па, мысалға соған байланысты кез келген адамның тіл табыса білу керек. Бұл кезде ең бірінші орында шыдамдылық айтылады, шыдамдылық. Мысалға психологтардың алдын өтеді ғой, әскери қызметке өтіп жатқан адамдар, мысалға жігіттер, қыздар, және жаңағы осы мамандар, мысалға ол кезде тест барысында ең бірінші орында оның шыдамдылығы, сабырлылығы яғни оған біз мән беріп жатамыз. Мысалға айтады, дайындалып келдіңізге сұрақтарға, не жазып келдіңіз сізге тапсырма береді ғой. Тапсырманы бергеннен кейін, мысал ретінде мен сізге айтайын, сіз маған көрсетесіз, мынау менің жазғаным, менің дайындығым осы деп. Мен сіздің жазған мынау қағазыңызды аламын да, бүйтіп былай қараймын да, сіз мысалға 5 беттік мысалға өзіңіздің конспектіңізді көрсетіп отырсыз, күнімен дайындалды, мен барлық сұрақтарға жауап бере аламын деп. Мен оны алып, мысалға 2 бүктеп, егер өзіңізге қарай лақтырып жіберсем, сіз не істейсіз ол кезде? Орныңыздан тұрып, сіз неған жаңағы бетіме лақтырдыңыз менің қағазымды, болмаса дұрыс емес болса, дұрыс емес деп айтпайсыз ба деп, егер маған сұрақ алдым, қарама-қарсы сұрақ қоятын болсаңыз, онда сіз өтпедіңіз деп саналады. Өйткені мен сізден бұл алғашқы сынақ. Одан кейін екінші сұрақ қою мүмкін мен сізге. Сіз жолда кетіп бара жатқан кезде ағаштар көресіз, мысал ретінде тест. Болмаса жаңағы нелер көресіз, үйлер көресіз, светофорлар көресіз. Неге көпшілігінде көңіл бөлесіз деп сұраймын. Сонда бір әскери қызметке кіріп жатқан, соның ішіндегі кәдімгі мынау жоғарғы, енді атын атамай ақ қояйын, сонда өте бір жоғарғы деңгейдегі неге документ тапсырып жатқан жігіттің жауабы былай болды. Өтіп бара жатқан кезде, мысалға мен кең далада кетіп бара жатқан кезде мен столбыларды санайтын әдетім бар деп. Екіншісі болса светофорларды санаймын дейді. Болмаса үйдің крышаларына қарап отырамын дейді. Бұл жағдайда сіз өтпедіңіз деген сияқты жаңағыдай жауап болуы мүмкін. Неге өйткені сіз көпшілігінде сосредоточенный сыртқы айналаңызға, яғни терезеге, я болмаса сырттағы біреу кіріп жатыр, келіп жатыр деген нәрсе, сіздің ойыңыздың бәрі сыртқа көбінесе көңіл бөліп отырасыз да, алдыңыздағы болып жатқан дүниені байқамай қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да сіз өзіңіздің фокус внимания, яғни ойыңызды жинақылық болу керек, шашыраңқылық болмау керек деген нәрсені айтамыз. Сұрағыңыз бар ма тағы да? Саламатсыз ба? Менің есімім Ануарбекова Жұлдыз Кенжебекқызы, мен Атырау қаласынан болам. Мен өзімді айта кететін болсам, ақкөңіл, мейірімді сондаймын. Маған қарап біреу ұрсып, или бір әлеуметтік желілерде дөрекі сөздер айтып жатса, мен оған қатты мән бермеймін, ашуланбаймын. Бірақ өзімнің бір ісім өнбей қалса, или бір жағдай болатын болса, қатты ашушанмын. Ашуда не істегенімді білмей қалам. Сондай кезде мен не істеуім керек? Сол ашуымды жою үшін, сол жаман әдетімді доғару үшін қандай әрекеттер жасауыма болады? Мен жаңа айттым, шашыраңқылық туралы айттым, ойдың шашыраңқылығы. Яғни мысалға здесь и сейчас дейді орысша айтқанда, сондай бір тренингтер бар мысалға. Дәл қазір осы сәтте, осы уақытта сіз өзіңіздің мынау зейініңізді, ойыңызды, көңіл күйіңізді сіз жұмыс барысында, яғни гидтік сіз волонтерлық жұмысқа кірдіңіз ғой, сағат 9-да жұмысыңызға кірдіңіз. Здесь и сейчас, яғни дәл осы сағатта, осы сәтте мен
бүкіл зейініммен, көңіліммен осы жұмыста болуым керек деген нәрсені ішіңізден бірнеше рет қайталап, өзіңізге бақыттап отыруыңыз керек. Ойыңызды шашатпауыңыз керек. Мысалға, неше түрлі кісілер болуы мүмкін, алып келе жатқан адам болуы мүмкін, я болмаса ашуланып тұрған, керісінше көңілді болуы мүмкін. Менімен бірге, мысалы, сіз жұмыс барысында жүрсіз, менімен бірге әжетханаға барып келесің бе деген кезде, мысалға, жарайды, жақсы деп, сонымен бірге әжетхананы көрсетіп, сонымен бірге әңгіме айтып кетіп қалуға болмайды. Кей жағдайда адам өзінің сол нәрсені жасағанын білмейді қалуы мүмкін. Өйткені сіздің өзіңіздің тұрақты өзіңіздің жұмысыңыз бар, сол жұмысыңызға өте сондай не қарауыңыз керек, өте байқап, сондай қарауыңыз керек. Өйткені сіздің алдыңызға берілген 30 адам болатын болса, сол 30 адам сіздің көз алдыңызда. Сіздің назарыңыздағы 30 адамды бір минутте көз алдыңыздан жібермеуіңіз керек. Өйткені ол адамның әрқайсысының кімнің қандай немен оймен, я болмаса кімнің қандай көңіл күйде тұрғаны сіздің көз алдыңызда тұруы керек. Жаңағыдай мысалға, екі адам ашуланып бір-бірімен айтысып, я болмаса ұрсып жатса, я болмаса үш адам ана жақта әңгімелесіп, өздерімен өздері жеке тұрған болса, барып сіз не айтып тұрсыз, не әңгіме айтып тұрсыз деген сияқты да сұрақ қоюға болмайды, әрине. Бұл жерде сіз оның бәрін көңіл жаңағы бақылап тұруыңыз керек. Керек жағдайында сіз барып ол ситуацияны шешуге дайын болып тұруыңыз керек. Кез келген сұраққа сіз өзіңіздің жауабыңыз дайын болуы керек. Ол үшін волонтерлардың негізгі жұмыс тәртібі, мақсаты, яғни мақсаты қандай жағдайларда не істеу керек деген мен ойымша ереже болады деп ойлаймын. Соған қарай сіз өзіңіздің жұмыс, волонтер деген кім және гид деген кім, қандай сұрақтардың жауабын білу керек деген сұрақтарды сіз дайындалып оған баруыңыз керек сол жұмысқа. Сұрақтарыңыз бар ма? Менде сұрақ бар еді, кешіресіз. Кейбір ортада қоғамда өзін жайлы сезіне алмайтын, негізі кішкене ұялшаң топтар бар, ұялшаң адамдар болады. Және ол кісіні көптің көзінше мысалы ақыл айтатын болсаңыз, ол кісі одан сайын ұялуы мүмкін, оған қандай мотивация ретінде қандай сөз айтуға болады мәселен. Сондай ортада гид болған жағдайда баяу топтарға қалай, мысалы жұрт көзінше не істеуге болады деген ма? Қалай ол кісілердің басқа адамдар секілді еркін ұстауына қалай көмектесе аламыз? Сіз өзіңіз туралы айтып тұрсыз ба, жоқ басқа адам туралы айтып тұрсыз ба? Мысалға бір топ баяу, екінші топ белсенді дедіңіз ба, қалай дедіңіз? Сұрағыңызды қайталап жіберсеңіз. Иә, сұрағыңызды нақты өзіңізге байланысты айтыңызшы. Мысалға басқалар деп айтыңыз. Қайталап айтыңыз. Иә, қоғамда ортада өзін жайсыз ұстайтын ұялшаң адамдарды қалай мотивация бере аламыз ол кісілерге өзін жайлы ұстау үшін? Мысалға қараңыз, қоғамдық ортада ұялшақ тұйық адамдарға қалай мотивация беруге болады, дұрыс па? Сіз мысалға өзіңіздің жұмысыңызға байланысты айтып тұрсыз ба? Мысалға қараңыз, ол адам егер ұяң болатын болса, тұйық болатын болса, ол адамның өзінің жеке пікірі, ойы, сіз оған бір мотивация беріп, сендер көңілденіңдер, сендер қазір күліңдер бәрің, шулаңдар болмаса, қазір давайте бірігіп өлең айтайық деген нәрсені сіз айтқыңыз келіп тұр оған, дұрыс па? Мен солай түсіндім ба? Білесіз бе, мынандай жағдай. Мен былай деп елестетіп тұрмын сіздің айтқаныңызды. Автобусқа отырдық, 30 адамдық икарус автобусқа отырдық. Бұл жерде адамдар ұйықтайды, біреу телефонға қарайды, отырады, иә? Ал гид ол кезде осы мысалға Астана, Нұр-Сұлтан қаласы туралы тарихын, Целиноград болғаны туралы, оған дейін мысалы қандай ерекше жерлері бар, мысалға Нұр-Сұлтан қаласының, осы туралы айтып отыру керек. Сіз сол кезде тұйық өте сондай жаңағы ұялшақ адамдарды сөйлеткіңіз келеді. Ол адамдарды кішкене өзіңізге тартқыңыз келіп тұр, иә, мен түсінгенім. Ол кезде сіз сол адамдарға сұрақ қойып отырсаңыз болады. Иә, дұрыс. Бірақ ол кісі жаңа сұрақ қоя алмайды, тұйықталып отырады, ішінде сұрағы болса, соны қоюға ұялады кейде адамда. Иә, ондай кезде сіз оған айтыңыз, кімнің қандай сұрақтары бар? Егер сіз
сіздің сұрағыңыз ыңғайсыз сұрақ болатын болса, сіз оны көпшілігінде жазып, қағазға берсеңіз болады. Я болмаса сіздерде чат құрылатын болса, чатқа жазыңыз, мен сол жерде сіздің сұрағыңызға топта отырып жауап берейін. Кімге қандай сұрақтарыңыз бар? Және ондай адамдарда көпшілігінде топпен өлең айту, мысалға отбасылық, я болмаса қандай да бір болады ғой, бір топтық ән айту, болмаса сол жерде отырып бір-біріңізге сондай бір қызықты әңгімелер айту деген секілді. Сосын оны бір-біріне жаңағы ұсыну, болмаса бір ойындар ойнау, мысалға бір қаланың атын атадық, осы қаланың мысалы Нұр-Сұлтан қаласы болатын болса, Нұр-Сұлтан қаласы, яғни соңғы әрпі Н, ары қарай сіз жалғастырып алып кетіңіз деп екінші адамға бересіз. Екінші адам мысалға Н әрпінен басталатын жаңағы қаланы бастаса, одан ары қарай А әрпімен аяқталады, ары қарай жалғастырады. Үндемей тұйық отырған адам өзі кезегі келген кезде ол міндетті түрде сол неге жауап беретін болады, мысалға. Осылай сөйлетуге болады бұл адамды. Және сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақтарыңыз болмаса, осымен аяқтайық. Біздің уақытымыз да аяқталды негізі. Римана ханымға үлкен рахмет айтамыз. Мына жерде чатқа өте жақсы пікірлер жазып жатыр. Біздің волонтерлер тренинг ұнады деп айтып жатыр. Сізге көп рахмет айтып жатыр. Егер чатта оқысаңыз, сіздерге де волонтерлер уақыттарыңызды бөлгеніңіз үшін рахмет. Ертең келесі тренингте кездескенше. Сіздерге координаторларыңыз уақытын, ссылкасын бәрін жібереді. Рахмет сіздерге. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз, Римана ханым. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет, қыздар. Барлықтарыңыздың алғыстарыңызды оқып отырмын. Рахмет сіздерге.